Ұшы қиырсыз сардала, сардаланың бір ұшы сарбел. Сарбелдің бауыры сағым ба, әлде жалқар көл. Шартабақ күн төбеде, шарпыған ыстық жер көкте. Табанын тасқа тілдіріп, жанарын жасқа жудырып, маңдайын жел көксітіп, таңдайын шөл қаңғыстып, сар желіп келеді саратан. Таусылмайды сардала, жеткізбейді сарбел. Сарбелдің ар жағы бота күнгі мекені. Бота күнгі мекенін боздап іздеп келеді. Жүректегі бар шерін қозғап іздеп келеді. Армысыздар, қадірлі кітап құмар оқырман қауым. Бұл жүрек тебірентер үзінді Дидахмет Әшімханұлының «Жер аңсаған Саратан» повесінен алынған. Осы үзіндіден ақ бұл шығарманың туған жер қадірі екендігін байқауға болады. Қожық пен Есбергеннің диалогынан бастау алған повесть сюжеті шиеленісіп келіп жазылып, оқиға кейіпкерлеріне оң бағыт-бағдар беріп отырады. Туған жердің қадірі, табаның алғаш жерге тиген туған топырақ, кіндік қаның тамған жердің адам өмірінде ерекше орын алатынын байқауға болады. Негізгі басты кейіпкерлер Қожық пен Есберген арқылы автор осы идеяны шебер бере білген. Қожық аңғал, аңқау, терең ойлай бермейтін, бірақ өте сезімтал, перзенттік парызын есінде ұстайтын, туған жерін шексіз сүйетін кейіпкер. Ал Есберген болса, ішіндегі сырын сыртқа жая бермейтін, ойындағысын жазып айта алмайтын, сыртқа салмақты, қатқылдау көрінгенмен, іште өте мейірімді, өте жанашыр жан болатын. Романтизм мен реализм қатар жүретін бұл шығармада Есбергеннің жары Ғазизамен жолығуының өзі өте бір шебер суреттелген. Ғазизаға деген іңкәрлігі, ыстық ықыласы, оның әкесінің батасын алып Ғазизамен бас қосуы және сол зұлмат ашаршылық заманында екеуінің қиындықтарды бірге еңсеруі, Ғазизаның науқастанып жатқан кезінде бір кесе шайды ұрттағанының өзін көңіліне медет тұтып, бір кесек етті аузына тосып, мейірлене ықыластануының өзі Ғазизаға деген адал көңілін, қимастық сезімін білдіреді. Повестегі назар аударатын тағы бір образ бұл Ақсопы образы. Ақсопы қария ел-елді, жер-жерді аралап жүретін бекзада болмысты, таза жүретін дәруіш еді. Есбергеннің отбасында бірнеше рет қонақ болған Ақсопының тағы да айналып соғуы Есбергенді қуанышқа бөлейді. Сол күні қанжығасы майланып, күдір атып келе жатқан Есберген Ақсопы қарияны көргенде есі шыға қуанып, қонақ болуын өтінеді. Ғазиза мен Есбергеннің көптен бері бір перзентке зар екенін жақсы білетін Ақсопы қария осы келісінде Есбергенге мынадай қолқа салады. Орыстың есігінде жалшылықта жүрген атақты Көкен батырдың ұрпағы, өнерпаз әулеттің ұрпағы Қожықтың жалшылықта жүргені, орыс есігінде шошқа бағып жүргені жүрегіне қатты бататынын айта келіп, Есберген мен Ғазизаға Қожықты бауырына басуын өтінеді. Бұдан біз қазақтың жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған мінезін көруге болады. Қожықты бауырына бассаң, Құдай саған перзент берер деп қолқалап, Есберген мен Ғазизаны орыс Матвейдің үйіне алып келіп, Қожықты бірге алып кетеді.
Өз баласындай бауырына басқаннан соң Ғазизаның аяғы көп өтпей-ақ ауырлай бастайды. Бірақ Есбергеннің қуанышы ұзаққа созылған жоқ. Ауыр науқастан көз жұмған баласына деген сағынышын баса алмай, сырын сыртқа шаша алмай Есберген көбіне ойда жүруші еді. Және бұл повестегі оқиғаның шешімі Есберген мен Қожықтың Көгілдір тауды бетке алып жолға шығуы болатын. Көгілдір тауды бетке алып келе жатқанда Қожықтың аға, ата мекенімді, ата бабамның табаны тиген мекенді тастап кетсем, мен сірә оңбаспын деген шешімге келуі, Есбергеннің айналайын-ай, асылдың сынығы екенсің ғой, расымен мен байқамаған екенмін деп мейірлене батасын беруі, және Есбергеннің Көгілдір тауды бетке алып, Қожықтың Көкен тауды бетке алып, екі жолаушының екіге айырылуымен повесть сюжеті аяқталады. Сары белді аңсаған саратандай ата қонысын іздеп екі жолаушы кете барады. Осы тұсты оқығанда менің ойыма шет елде білім қуып, дүние қуып, мал қуып тұрақтап, тардай шашылған қазағымның кейбірінің бойында аңғал Қожықтай туған жеріне деген сезімнің жұрнағы да болмағаны ма деген ой түсті. Педагог ретінде осындай тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін, қазақтың қарапайым мінезін бере білетін, туған жердің қадірін сезіндіретін шығарманың мектеп бағдарламасында оқытылуын қалар едім. Қазақ әдебиетінен ойып тұрып орын алуын қалар едім. Келесі бір шығармасы Дидахмет Әшімханұлының Сарсамауыр шығармасына, Сарсамауыр повесіне тоқталып өткім келіп тұр. Сарсамауыр повесінің негізгі идеясы ұлттық құндылықты дәріптеуде жатыр. Кішкентай ғана Айжан қыздың әрекетімен қаншама ұмыт болып бара жатқан құндылықтарымызға шолу жасаған Дидахмет Әшімханұлының бұл шығармасы нағыз қазақы болмысты береді. Әке-шешесінің безбүйректігінен бе, әлде жұмысбастылығынан ба, әженің қолында өскен Айжанның бойына сіңірген қасиеті өте мол еді. Оның тумысынан көрген әжесінің сарсамауыры және үйінен үзілмейтін қонақ, сарсамауырдың екі бүйірінен дем алып қайнап тұруы, және әжесінің мен өлсем осы самауырға ие болатын жан табылмас сірә деп ақыруынан біздің кейбір ұлттық құндылықтарымызға, көне жәдігерлерімізге немқұрайланып бара жатқанымызды байқатады. Өзінің тәрбиеден кеш қалғанын түсінген Айжанның әкесі Айжанның кейбір қылықтарына қарап, анасының болмысын тани білмегені, оның бойындағы құндылықтарды көре білмегеніне өкініші байқалады. Әжесінің шашын тараған тарағын құшырлана иіскеп, қоқысқа тасталса қайта тапқызып жүрген Айжанның шәугіммен шай ішпеуінің өзі бекзадалық емес пе? Шәугімге тек қана дәрет су жылытады, шайды самауырдан ішеді дегеннің өзі не тұрады? Осы Айжан образы арқылы біз ұлттық құндылықтарымызды, ұмытылып бара жатқан көне жәдігерлерімізді, кейде менсінбей мұнымызды шүйіре қарайтын құндылығымыздың біздің нағыз табиғи болмысымыз екендігін есімізге түсіреді. Сөзімді Дидахмет Әшімханұлының өмірді сүйген, адамды сүйген жүрекпен, қаламмен мынау қағазға талай гүліккем, қазақтың жанын, қазақтың қара сөзімен, боз алатаңнан тал түске дейін жыр еткем деген өлең шумағымен аяқтағым келіп отыр. Өзінің қысқа ғана ғұмырын тал түске дейінгі шақпен салыстырып жырлап кеткен Дидахмет Әшімханұлының шығармашылығы кеңінен насихаттала берсін.
Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.